Бәріңізге сәлем. Сізбен бірге интерьер дизайнері Алтынай Әзірбай. Көбісі жекеме алдыңғы видеоның жалғасын сұрады. Үйіңізге ас үй жиһазын жасатарда көбіміз өзімізге керек 4 метрлік ас үй жиһазы болса, сол өзіміздің қолымыздағы эскизбен барлық жиһаз цехтарына барып, бағасын салыстырып көріп жатамыз. Бір жерде 5 миллион теңгеге бағаласа, бір жерде оны миллион теңгеге бағалайды. Сіз ол жерде қандай айырмашылық бар екен білесіз ба? Әрине ол жиһаздың бетіндегі есігінің фасады, ішіндегі фурнитуралары және бетіндегі столешницасы үлкен роль ойнайды. Сіздің ас үй жиһазыңызды қандай материалмен есептеп жатқанын осы видеодан кейін білетін боласыңыз. Және кейде мынандай да жағдайлар болып жатады. Мысалы, мен кейбір таныстарымнан сұраймын, сен жиһазыңды фасадын есігінің мысалы немен жасаттың дегенде, білмеймін, әйтеуір арзан жасаттым деп жатады. Кейбіреулері тіпті айыра алмаймын дейді. Сол себепті бүгін қымбат ас үй жиһазы мен арзан ас үй жиһазының айырмашылығын айтамын. Ең алдымен бірінші фасадына тоқталайық. Фасадтың өзі төменнен жоғарыға қарай санағанда ең арзаны ол ЛДСП. Ас үй жиһазының ішкі беті, корпусы ЛДСП материалынан жасалады. Және сіз ең арзан ас үй жиһазы ол сол корпусы жасалған материалдан фасадында сол материалмен жасайды. ЛДСП-ның әртүрлі түсін кездестіруге болады. Мысалы, мына жерде суреттерін қараңыз. ЛДСП-ның өзі де сапасына қарай бөлінеді. Ол өзінің тығыздығына байланысты, суретте қараңыз, тығыздығы жақсы болған сайын қымбат болып келеді. Пайдалану жағынан ЛДСП ол су көбірек тисе, тезірек ісіп кетеді. Сол себепті арзан. Екінші тоқталатыным ол акриловый фасадтар. Оның бетіне ешқандай узор, ештеңе жасай алмайсыз. Теп-тегіс осындай көбіне глянец болып келеді, осындай жылтыр материалдар. Ол бірақ сапасы жағынан өте тиімді. Және келесі тоқталатыным ол МДФ. Көбіміз ас үй жиһазының фасадын осы МДФ материалымен жасаймыз. МДФ-тің өзі екіге бөлінеді. Біріншісі пленочный, сыртына пленка жабыстырады, екіншісі крашеный, сырланған. Пленочный ол уже орташа бағамен есептеледі. Пленочныйға тоқталайын. Қараңыз, осындай дайын МДФ, оның бетіне қалаған узорыңызды жасай аласыз, даже бетіне молдинг құсатып жүргізсеңіз де болады. Осындай речный да міне узорлармен жасауға болады. Және осындай дайын МДФ-ке бетіне пленка жабыстырады. Пленканың өзінің әртүрлі түстері және фактуралары бар. МДФ-ті пленочный қылып жасасаңыз, сізге таңдау көп болады. Және ең жоғарғысы ол МДФ крашеный. Крашеный ол енді сырланған. Дәл осы МДФ-ті өзіңіз бетіне неше түрлі фрескасын жасайсыз, ойып неше түрлі узорды, оның бетін арнайы краскасымен сырлайтын болады. МДФ пленочныйдың крашенныйдан айырмашылығы ол қатты булы жерлерде, ыстық жерлерден бетіндегі пленкасы көтеріліп кету мүмкін. Және қымбат ас үй мен арзан ас үйдің айырмашылығы ол фурнитурасына да байланысты. Арзан ас үйдің фурнитураларын Қытайдан және Россиядан алып келіп орнатады. Мысалы, арзан ас үйдің фурнитурасы, мысалы, топсасы, есік ашылып жабылатын топсасы 200 теңге болса, Қытай мемлекетінен алып келінген, ал сіз мына австралийский Bloom деген брендтің топсасы 1800 теңге тұрады. Енді екеуінің айырмашылығын есептей беріңіз. Және осы видеодан ас үй жиһазының есігінің ашылуын қарасаңыз болады. Вот на этой дверце установлен доводчик китайского производства. Смотрим. Нормально? Он начинает работать только при максимальном открытии. Вот таким образом. Давайте посмотрим, как действительно должны закрываться настоящие качественные фурнитура. Және тағы айырмашылығы ол столешницасында. Мысалы, арзан ас үй жиһазының столешницасы ол дайын ЛДСП-ден су өткізбейтін бетінде пленкасымен дайын шығады. Сондай материалдан жасалады.
бір-біріне қосылған жерінің арасына алюминиевый профиль жібереді. Ол жылтырап ортасында көрініп тұрады каждый бұрылыста қосылған жерінде. Жасанды таспен жасалған қымбат тас үй жиһазынікі қосылған жерлері көрінбейтін, беті теп-тегіс болып тұрады. Және ол өте қымбат, әдемі көрінеді. Енді сіз қымбат және арзан ас үй жиһазының айырмашылығын біледі деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыз. Тағы да бір айтарым, ана цех арзан жасайды, мына цех қымбат жасайды екен деп бөлуге болмайды. Қана оның материалдарында ғана айырмашылық болады.